2 миллион теңге. 2 миллион теңге, осы 4 мың шарға 2 миллион теңге кетті. 4 мың үштік шар бар. Қазір бұл стадионда тарихи бір ойын болып жатыр. Бұл жақ өте суық екен. Қалай өмір сүресіздер? Мешіттің ауласына 200 мың адам сияды, мешіттің ішіне 35 мың адам сиіп кетеді. Арбамен кетіп бара жатқан қазақтар бір жаңағы нанын болсын, бауырсағын жаңағы құрт майын болсын тастап кетпейтін адам болған жоқ. Қайда оралғың келеді десе, мен осы Астанаға оралатын едім. Аялдаған жеткенше. Астана қыста ерекше сұлулана түседі дейді. Соны өз көзіңізбен көру үшін елордаға ат басын бұрдық. 2025 жылы Қазақстанға саяхаттап келетін туристердің саны айтарлықтай артқан. Осы көрсеткішке Астананың қосқан үлесі көп. Биыл елорда 1,5 миллионға жуық қонақ күткен. Бұл қаланың тартымдылығы артып, туристік картаның маңызды нүктесіне айналып жатқанын дәлелдейді. Ал қош келдің Астанаға. Қош көрдік. Енді Астана бұл менің студенттік шағым өткен қала. Осы жерде 4 жыл оқығам. Еуразия ұлттық университетінің журналистика факультетін бітірдім. Енді ол кездегі Астана және қазіргі Астана бұл енді екі бөлек әлем. Адам танымастай өзгеріпті. Және мен шынымен де осы жерде оқыдым ба, менің 4 жылым осы жерде өтті ма деп мен таң қалып жатырмын. Кезінде жатақханада жатқан кезде, сол кезде мен пәленбай жылдан кейін, қанша жылдан кейін? 15-16 жылдан кейін Астанаға travel блогер ретінде келемін деп ойламаппын. Бұл үш ұйықтасам да түсіме кірмейтін дүние. Өзіміз қоныстанатын үйді табамыз дегенше бетіміз қызарып, жаурап қалдық. Енді қалаға кірген кезде бірінші көзге түсетіні ол деген реттілік. Әуежайдан осы ауданға жетеміз дегенше жолдағы тәртіп, үйлердің орналасуы бәрі өз ретімен, өз жөнімен тұр. Расында, Астана мен студент болған шақтан бері қатты өзгерген. Жаңа ғимараттар салынып, жаңа аудандар қосылып, үлкеюмен қатар көркейе түскен. Мұнда келетіндердің басым бөлігі қаланың символына айналған жаңа нысандарға ерекше қызығады екен. Біз де сапарымызды солардың бірінен бастауды жөн санадық. Осы мешіттің сыйымдылығы 235 мың адам сияды. Өз кезегінде екіге бөлінеді. Мешіттің ауласына 200 мың адам сияды, мешіттің ішіне 35 мың адам сиіп кетеді. Бүгін біз туристпіз, сондықтан әр нәрсеге қонақтың көзімен қараймыз. Тың дерек білу үшін мешітті таныстыратын гидтің көмегіне жүгіндік. Мешіттің іші толған рекордтар тұнып тұр. Қазір біз үлкен залда тұрмыз. Осы залда ең бірінші көрсеткіш, мінекей жоғары жаққа қарасақ, әлемдегі ең үлкен күмбез осы мешітте орналасқан. Бұл мешіттің күмбезінің биіктігі 83 метр, 20 сантиметр, диаметрі 62 метр. Гиннестің рекордына кірген тағы бір көрсеткіш, ол біздің жазу. Әлемдегі ең ұзын каллиграфия жазу болып саналады. Бұның ұзындығы 120 метр. Келесі көрсеткіш ілініп тұрған көркем аспалы шам. Салмағы 22 тонна. Әлемдегі ең ірі аспалы шам осы. Кейін 4 бұрышта кішігірім аспалы шамдар ілініп тұр. Әр қайсының салмағы 4 тонна, диаметрі 8 метр. Барлығын қосқан кезде жанып тұрған кристалдар бар. Бұл кристалдардың саны 3,5 миллион кристалл Сваровский арнайы сол компания мешітке сыйлаған. Келесі астарыңызда тұрған үлкен мынандай кілем бар. Жаңа Зеландияның таза қойдың жүні, меринос тұқымының жүні, 5 тонна қойдың жүні жатыр осы жерде. Өте жұмсақ, қалыңдығы 1,5 сантиметр. Үндістанда Нью-Делиде арнайы республикалық бас мешітке тоқылған. Оның көлемі 16 мың шаршы метр. Әлемдегі ең ірі кілем осы болып саналады. Қазақтың өзінің ұлттық нақыштары көрсетілген. Жалпы мешітіміз 100% қазақи нақыш жасалынған. Осы кілемнің астында бізде жылы пол орналасқан. Қыстың күні біздің келген жамағат, біздің келген туристер, маңызды емес қай жерде кіреберісте отырасыздар ма, төрде отырасыздар ма, барлық жерде бір температура болып тұрады осы жерде. Үлкен залдың ішкі жағында үлкен қабырға бар неке. Мешіттің батыс жағында орналасқан. Осы қабырғада 25 миллион шыны тас бар. Әр шынның өзінің мөлшері бар. 10, 20, 30 миллиметр қолмен теріп жиналған қабырға. Италиялық компания жұмыс атқарды. Осы залдың ішінде 1 жыл бойы жұмыс жасап, осы үлкен қабырғаны жинап берді бізге. Үлкен қабырғада Алла тағаланың көркем 99 есімі жазылып тұр. Одан бөлек Алла деген 100-ші есім жазылып тұр. Алип деген бірінші әріптің биіктігі мына біздің мешітімізде 2 метр 20 сантиметр. Өте үлкен қабырға, құрметті көрермен. Әлемнің біраз елінде болып, түрлі нысандарды аралаған адам ретінде айтсақ, Астананың бас мешіті көрген жан қызығатындай етіп салыныпты. Ал гидтің айтқан әңгімесі сапарымызды мазмұнды етті.
мешіттен енді кетейін деп жатқан кезде саяхаттаймын, көрермен кездестіріп қалдық. Бірден танып қасымызға келген кезде көрермен екеніңізді түсіндім. Қуаныштымын көріскенімізге. Өзіңіз жалғыз емессіз, қасыңызда қонақтарыңыз бар. Астанаға Бүкіл келген. қонақтарыңызды мешітке алып келесіз бе? Жалпы мен қонақтарымды осы қаланы қыдыртам. Бізде кейде 2 күнге 3 күнге келген қонақтарымыз болады. Сол кезде оларды аэропортқа шығару жолында да осы мешітке соқтырып, сосын шығарамын. Өйткені жолаушының сапарындағы, жолындағы тілеуі деген наным сенімдерге сенеміз. Сол үшін 15 минут уақытымызды арнап мешітке кіріп, сосын былай қарай шығыңыз, жолға шығыңыз, біз үшін тілеңіз, өзіңіз үшін тілеңіз деген сияқты мақсатта кірген болатынбыз. Сол сәтте сіздерді көріп қалдық. Сіз өзіңіз Астанада тұрады екенсіз. Жалпы қай жылдан бері тұрасыз? Астанаға ғашықсыз ба? Астана сізге несімен ұнайды деп сұрақ қойғым келіп тұр. Астана жалпы менің алғашқы махаббатым. Мен Астананы 2005 жылдан бері білемін. Бірақ соңғы 8 жылдан бері осы қалада тұрақты тұрып жатырмын. Адамдар айтады, бұл қала өте суық. Бұл қаланы бірден еске алғанда жаурайды. Бірақ Астананың құшағы сондай кең. Астана суық қала болғанымен құшағына қысқан кезде бұл қалада үлкен бақыттарға жетуге болады. Мен соның бір тұлғасы ретінде өзімді көрсеткім келеді. Бүкіл карьерамды, жұмысымды, отбасымды, бала шағамды осы өмірде сүріп келе жатырмын. Және мен осы Астанадағы өміріме өте разымын. Қандай керемет. Астана мен үшін сондай бір әлемде қайда оралғым келеді десе, мен осы Астанаға оралатын едім. Сіздер сондай көрермендеріңізді жолықтырдыңыздар. Ой, қандай күшті. Осындай көрерменіміз бар, біз қандай бақыттымыз. Және осындай тұрғыны бар, Астана қандай бақытты. Ал енді футболға барайық. Мешіттен шығып стадионға асықтық. Далада -20 градус болып тұрғанда қайдағы ойын дерсіз? Астана аренаның ерекшелігі де сода. Стадионға кірдік. Дала деген қазір аяз болып тұр. -20 градус, 22 градус. Ал мына стадионның іші кәдімгідей жылы. Қазір бұл стадионда тарихи бір ойын болып жатыр. Біздің Қайрат Чемпиондар Лигасының топтық кезеңіне шығып, соның бір ойынын осы Астанада өткізіп жатыр. Неге Астанада өткізіп жатыр? Өйткені оған осы дәл стадионның жабық болғаны әсер етті. Қазір енді ойынға кірейік. 2009 жылы салынған Астана аренаға 30 мың адам сияды. Жылжымалы шатырының арқасында жыл бойы ірі спорттық іс-шараларды өткізуге мүмкіндігі бар. Соның бір дәлелі осы Қайрат Олимпиакос ойыны. Менің есімім Баян, осы Астанада тұрып жатқаныма 20 жылдай болды. Осы Астана аренаға мен көп рет келдім кәдімгі. Қазақстанның матчтарына, Астананың матчтарына. Ең есімде қалған матч, өздеріңіз білетін, Дания мен Қазақстан ойнады ғой. Сол кезде болдым. Сонда күшті матчтарда болдым. Қазақстан басқа стадиондарынан жүйе, сектор жағы кішкене проблема екен, мысалы басқа бір сектордан адам басқа жаққа өтіп кете беретін сияқты. Бұл жақта ондай несі қатты қадағаланады, әр секторда 2 адамнан тұрады. Жабылған тоже күшті деп ойлаймын, қыс кезінде жылы болатындай. Астананың погодасына лайық стадион деп санаймын. Мен негізі Қайраттың жанкүйері емеспін. Қайрат биыл еліміздің намысын қорғайтындықтан осы Астанадағы матчқа күннің суығына қарамай арнайлап келіп отырмыз. Негізі Астанада тұрып жатқаныма бір ғана жыл болды. Енді ғана бір жыл болады. Астана өзінің тұрақтылығымен баурады. Ауа райы Алматыдағыдай емес әрине, өте суық, жел. Сол жағынан өте үлкен ерекшелік бар. Бірақ та Астанаға үйренісіп кеттік, себебі ересек өмір Астана өзіңді байқатпай жаймендеп сол тұрақтылыққа алып келеді екен. Сондай ерекшелік байқадым. Өкінішке қарай бұл ойында Қайрат жеңіліп қалды. Әлбетте, жанкүйер ретінде көңіліміз түсті. Бірақ бізді қуантатын да жайт бар. Матчты көруге сонау Грекиядан 1000-ға жуық адам келіпті. Астанаға, жалпы Қазақстанға алғаш келуіміз. Біз қатты әсер алдық. Өте әдемі қала. Сәл суық екен. Біздің жақта да қазір суық. Бірақ мұнда Грекиядан да суық болады деп ойламадық. Өте әдемі, керемет стадион бар, уақытты тамаша өткіздік. Ертең достарымызбен бірге бас мешітке, музейге барамыз. Тағы да бірнеше жерді араламақпыз. Бұл жақ өте суық екен. Қалай өмір сүресіздер? Біз 5 минутқа да шыдай алмай тұрмыз. Біз үшін өте суық. Бірақ өте әдемі қала. Сіз білесіз бе, көптеген гректер осы жақта өсіп өнді. Қаншама жастар Қазақстанда өсіп өнді. Сондықтан бізде Қазақстан жайлы жақсы ой пікір қалыптасқан. Өте суық. Дегенмен нағыз қысқа тап болдық. Өте сұлу қала. Бірақ өте суық. Біз Астана осыншалықты әдемі болады деп күтпедік. Әсем ғимараттар ерекше әсерге бөледі.
Басқа мемлекеттен келгеннен кейін жергілікті халық көк күле бермейтінін байқадық. Ал сіздер жайдарлы екенсіздер. Сондай-ақ ағылшынша сөйлейтіндер аз. Сол себепті байланыс орнату қиынырақ болды. Стадионнан шықтық, өкінішке қарай Қайрат жеңіліп қалды. Дала деген бағанағы біз келген уақыттан да суық болып тұр. Қақап тұр ғой, қақап. Бірақ осындай спорттық шаралар арқылы қаншама адам, қаншама шетелдік біздің астанамызды, елордамызды көріп жатыр. Әрине, ең бірінші кезекте суық екен деп жатыр. Бірақ осы қарды аңсап, сағынып жүрген қаншама астаналар бар. Мысалы, біреулер жаңа жылда қар көрсем ғой, қардан аққала жасасам, қармен шытырлатып, сықырлатып жүріп өтсем деп армандайтындар бар ғой. Мысалы, Үндістанда, басқа мемлекетте. Ал біз нағыз қысты бастан кешеміз. Бізде 4 маусым да бар. Бұл да бір бақыт, мұны да қадірлей білуіміз керекпіз. Бұл Астананың минусы емес, керісінше плюсы деп қарау керек, өйткені қыс болғаннан кейін осындай болу керек. Грек жанкүйерлерінің ертесі ұлттық мұражайдан көрдік. 2014 жылы ашылған мұражайға 10 жыл ішінде 4 миллион 600 мыңдай адам келген екен. Ересектердің кіру билеті 1000-1500 теңге. Студенттер мен зейнеткерлерге жеңілдетілген тариф бар. Ұлымыздың есімі Білге, көбісі Білге деген есім қандай мағына білдіреді деп сұрап жатады. Сол үшін арнайы Астанадағы ұлттық мұражайға келдік. Ұлттық мұражайда күлтегін ескерткіші орналасқан. Күлтегін деген өзінің көзсіз батырлығымен, ерлігімен есте қалған қолбасшы. Осы күлтегін ескерткішінің салынуына мұрындық болған 2 адам бар десет, ол Тонугук және Білге. Білге күлтегінің ағасы, бауыры, түрік қағанатын басқарған билеуші. Білге қаған ескерткіші күлтегін ескерткішінің жанынан жарты километр жерде табылған. Бұл жерде бізде 80 жол, 3000-нан асатын сөз, 10 000 таңба әріп. Осы жазуларға қарап, сол дәуірдің тыныс тіршілігін, бітім болмысын, халықтың тағдырын, мұң-зарын, сол заманның бейнесін көре аламыз. Енді кейбір жолдар тұтас өшірілген, бірақ жалпы мәтіннің 70% сақталған. Енді Білге деген есімге келетін болсақ, Білге қаған деген лауазым. Білге деген билеуші, білікті, білімді адам деген мағына білдіреді. Бүкіл түрік дүниесін билеп, халықты басқарып, территорияны кеңейтіп, оны өркениетті империяға айналдырған қаған болғандықтан, халық оны құрметтеп, Білге қаған деп осындай лауазым берген. Сондықтан да ұлымыздың есімін Білге деп қойдық, сондай білімді, білікті адам болсын деген ниетіміз бар. Түрік халық үшін түн ұйықтамадым, күн отырмадым деп жазыпты Білге ағаң. Жалпы бұл ескерткіштер тек қазақ халқы үшін емес, бүкіл түрік тектес ұлттар үшін өте маңызды. Өйткені осы ескерткіштер арқылы бүкіл әлем біздің бабаларымыздың қандай мәдениетті, білімді болғанын білді. Біз де өзіміздің тамырымыз тереңде жатқан, сонау 6-7 ғасырларда өзіміздің төл жазуымыз болғанын таныдық. Соның арқасында рухымыз көтерілді десек болады. Маған салса, мен қазір күлтегін ескерткішінің тұғырын бұдан да биік етіп, бұны асқақтатып әспеттейтін едім. Өйткені сол арқылы осы музейге келген туристер бұл жәдігердің біз үшін қаншалықты маңызды, құнды екенін білуі тиіс деп есептеймін. Мұражайда 200 мыңдай жәдігер бар. Негізгі 11 залды толықтай аралап шығуға бір күніңіз кетеді. Экспозициялар көне дәуірден бастап қазіргі Қазақстан тарихына дейінгі кезеңдерді қамтиды. Маған ұнағаны мұнда қойылған жәдігердің көбі түпнұсқа болуы. Ежелден жеткен дүниелерді көру ерекше әсер сыйлайды. Таптаурын бар ғой ойымызда. Астанада көшеде адам жүрмейді деген, Бірақ қазір енді халықтың саны көбейгені байқалып тұр. Көшеде адам өте көп, ары-бері ағылған. Әсіресе қуантқанда кішкентай бала көп екен. Біз енді қазір қаланы аралап, негізгі нысандардың бәрін көріп жүрміз. Осы жерде Астанаға саяхаттап келетін біздің көрермендерге тамаша бір лайфхакты ұсынғым келеді. Оның аты Астана City Pass деп аталады. Бұл туристерге арналған карта ғой. Қазір телефоннан көрсетіп жіберейін. Мынау біздің Ернар екеуміздің City Pass'ымыз. Біз бұны онлайн алдық. QR-кодты көрсетеміз.
Ал енді бұның кәдімгі пластикалық картасы бар. Бұл карта не үшін дейсіздер ғой? Мысалы, әр жерге кірсеңіз, сіз пәленбай мың теңге кетіресіз. Өйткені әрқайсысына жеке дара төлейсіз. Ал мына жерден картаны бір рет сатып аласыз да 15 мың теңгеге дейін ақшаны үнемдеуге болады. Билеттің түр-түрі, міне, Намат пас деген бар, 72 сағатқа жарамды. 12 тізім ұсынады, үшеуін таңдайсыз. Астана пас деген бар, музейм пас деген бар. Осының QR код көрсетеміз де, Ернар екеуміз қаншама жерге былайша айтқан кезде кезексіз емін-еркін кірдік және ақшамызды үнемдедік. Ал енді біздің қайда тұрғанымызды қараңыздар. Дәл жыр болған ЛРТ-ның астындамыз. Енді қанша шетелді аралап, шетелдерді көрген кезде осындай солардың пойыз жолдарын көрген кезде таң қалып, сонымен суретке түсіп, отырғымыз келіп, біздің елде де осындай болса екен деп армандайтын едік. Міне сол арманға жететін күнде жақын қалды. Астананың ЛРТ-сі дайын десек те болады. Қазірдің өзінде арасында пойыздар жүріп, жаңағы пойыздарды рельске орнатып қойған ғой. Соның көрінісін дронмен түсірген кезде кәдімгі керемет кадрлар шығады. Енді шетел ғой, шетел. Және де таң қалдыратын тағы бір ғимарат. Міне, тура артымызда тұр. Бұл Абу-Даби Плаза, еліміздегі ең биік ғимарат. Сити пасты пайдаланып біраз жерге бардық. Соның бірі Алжир, Ақмола лагері. КСРО кезінде халық жауы деп танылып, қуғынға ұшыраған жандардың әйелдері тоғытылған түрме. Мұнда 18 мыңдай әйел болған. Олардың бастан өткерген азабы, көрген теперіші тарихтағы қасіретті беттердің бірі. Негізінде енді бұл әйелдерді алдап әкелді ғой, сіздерді күйеулеріңізге алып барамыз деп. Қаншама айдан бері тірі ма, өлі ме екенін білмеген күйеулердің кісілер әдемі киімдерін киіп келген кезде осыны тергеуге әкеліп қамап тастайды. Осы 2-3 айға дейін тергеу изоляторында болады. Сонда күйеулеріңнен бас тарт дейді көбіне. Бас тарт, олар жау деп жазып беріңдер дейді. Сол кезде ғана сендер бостандыққа шығарамыз дейді. Бірақ ешқайсы бас тартқан жоқ. Олардың ешқандай жазығы жоқ деді. Міне содан 5 жыл, 8 жылға дейін бас бостандығынан айырған болатын. Жап-жас әдемі сұлу әйелдер лагерьге шыққан кезде өте шаштары ағарып, қартайып, міне солай шыққан болатын. Тергеу изоляторынан бұл кісілерден сыртта вагон көрген шығарсыздар, мына осындай вагондармен әйелдерді тасыды. Ең бірінші осы қаңтар айында, 6 қаңтарда 50 әйел әкелінген болатын лагерьге. Міне содан көбейе келе 8 мыңға жуыққа жетті. Бір мезетте отырған, ал этап бойынша 18 мың әйел отырды. Столы принципе вагоны деп аталады. Енді олар бүкіл жана әдемі киімін киіп, жаздық көйлекпен, туфлемен шыға салған. Мына вагон ішінде 70-тей әйел болған ғой. Үйіне шанша жер болмаған, демалатын ауа болмаған. Арасында жүктісі бар, баласымен шыққаны бар. Барлығы сығылысып, 2-3 айлап осы жерге жеткен ғой. Жетпегені қаншама. Жолда бұларды қинау үшін тұзды балық берген, бірақ оның орнына су бермеген екен. Яғни жаңағы тұздалған балық жеген кезде адам шөлдейді ғой. Қиналғаннан мына болттарға қатқан мұзды ерітіп, соны су қылып ішкен екен. Қатты қақаған аязда вагонның тор терезелері ашық болатын. Сонда әйелдер қабырғаға сүйеніп отырған кезде шаштары, үстерінде киімдері мұз болып жабысып қалатын дейді қабырғаға. Жалаңаш көлі, осы көлдің айналасында әйелдер жұмыс жасады. 5-6 сағат қана бір ұйықтайтын уақыты болса болды, болмаса қалғанында осындай жұмыстарды атқарып отырды. Бірден мен суға түсіп кеткен әйел бейнесі көрсетілген суретте. Бұл жерде Уазипа Күленованың естелігінен алынған болатын. Қамыс орып жүріп дейді, бір мұз ойылып кетіп суға түсіп кеттім дейді. Қақаған аяз дейді. Үстімдегі мақталы киім суды тез сіңіріп алды. Малмандай су болып шығып, күзетшіге барып, мені бараққа жіберіңші, суға түсіп кеттім дегенде, сен әдейі түсіп кеттің, қашып кету үшін, барда жұмысыңды аяқта деген екен. Үстіндегі киімі мұз болып жабысқан соншалық есінен танып құлаған ғой бұл кісі. Тілдері бөлек болғанмен жандары бірдей аналар бараққа сүйреп әкеп орған қамыстарын негізінен де астарына төсеніш ретінде пайдаланған және барақтың ішін жылыту үшін пайдаланған. Сонда жаңа қамысты өртеп жағып отырып үстінде киімі жібітіп барып алған дейді. Алла берген жаспен бұл кісі тірі аман есен шықты лагерден. Бірақ соның өзінде осы қатты үсіктің әсерінен дейді, мен тырнақтарым өскен жоқ дейді, түсіп қалатын борпылдап дейді. Қайтыс болған кісілерді мысалы қыстың күндері сарая сияқты не салынады, соған престеп жинай беретін болған, көктемде жер жібегенде апарып жерлейтін болған екен. Ауа райы қаншалық суық екенін күнге қарап білуге болады. Дәл қазір күн құлақтанып тұр. Яғни ортада бір күн және жанында екі кішкентай күн тұрған сияқты. Енді тура біздің төбемізде, байқадыңыздар ма? Кемпір қосақ. Аспанда әйтпесе бір бұлт жоқ, жауын жауып жатқан жоқ. Бірақ тура төбемізде міне кемпір қосақ шығып тұр. Бұл осы даланың
кәдімгідей аяз болып тұрғанын білдіретін болса керек. Мұндайды өзім бірінші рет көрдім шыны керек. осындай жерде осындай ауа райында деймін да, қыстың кезінде сол әйелдер қалай тырғалған, балалар қалай өмір сүрген? Басқа ұлт өкілдерінің барлығы да біз қазақ жерінде болғанымызға қуанамыз дейді. Өйткені Сібірге айдалып алып кетті ғой, Сібірдегі жаңа лагерлерде болды. Сібірден көп кісілер қайтып оралған жоқ үйлеріне, өйткені ол жақта өте ауыр, өте қиын болғандықтан қайтыс болып кетті дейді. Ал біз қазақ жерінде болғанымызға қуанатын себебіміз, арбамен кетіп бара жатқан қазақтар бір жаңағы нанын болсын, бауырсағын жаңағы құрт майын болсын, тастап кетпейтін адам болған жоқ дейді. Барлығы жаңағы кетіп бара жатып арбамен қамыстың арасынан тығып кетіп отырады екен. Соны жеген әйелдер содан жаңағы кішкене болса да жүрек жалғайтынбыз деген екен. Қазір енді құрт жайында көп мәліметтер айтылып жатыр. Бұл осы аумақта болған болатын. Жаланаш көлінің арғы бетінде Жаңажол деген ауыл бар, әлі күнге дейін бар. Биік адам бойынан биік қамыстың арасынан дейді 5-6 қария кісі кішкентай балаларымен шыққан. Сонда жаңа кішкентай балалар сөмкелерінен алып жаңа тас лақтырып жатыр еді, жұмыс жасап жатқан әйелдерге. Сонда әйелдер бәрі енді ренжіген ғой, мына кісілер неге қой деп айтпайды, біз бұл кісілерге не жаздық деп. Сонда күзетшілер мазақ қылып күліп, көрдіңдер ма, сендерді кішкентай бала да, үлкен кісі де жек көреді, сендерді Мәскеуде жек көреді, сендер жаусыңдар деген екен. Сонда неміс әйел Платайс аяғы шалынып құлап кеткенде мұрнына әдемі иіс келеді, сүттің, сүзбенің иісі. Бұл не нәрсе деп балшыққа былғанған ақ тасты алып иіскесе әдемі иіс шығады. Осындай тастардың барлығын жиып алып дейді, бараққа алып келіп қазақ әйелдеріне көрсеткен ғой, мынау не нәрсе, мынадан әдемі иіс шығады деп. Сонда бұл қазақтың ұлттық тағамы құрт деген екен. Қаншама сол жердегі аналар құрттың дәмін татып, қазақ халқына рахметін айтқан. Барак сол кездегі тұтқындағы әйелдердің өмір сүрген жері, мынадай қамыстан тұрғызған, өзеннің бойынан өздері жинап алып келген, соққан. Қаншалықты жылу береді дерсіз? Енді аз-маз жылу береді ғой. Біз деген тура күннің қатты бір аяз болып тұрған шағында келдік. Әсеріміз еселеніп кетті десек болады. Тергеу бөлмесі, тергеуші отырады, жоғарыда мылтықпен кезеніп күзетші тұрады. Бір әйелді биік үстелге отырғызып, аяғын жерге тигізбейді екен. 5-6 сағат бойы аяғы жерге тимей отырған өздері аш аналар ауыр жұмыстан қажып әбден шаршаған, аяқтар көп болып ісініп естерінен танып құлайтын болған. Сонда жаңағы беттеріне суды шажып ұрып соғып, естерін жинатып алып, жаңағы сұрақтарына барлық жаңағы қол қоятын қағаздарына қолды қойдыртып алып отырған екен дейді осы жерде. 3 жасқа дейін балалары қасында болды, 3 жастан кейін балалар үйіне алып кетіп отырды. Кейбір аналар осы жерден жынданып та кеткен болатын, өйткені бірде дейді бір әйелді баласымен келген ғой, баласына киім салып алған, өзі бір чемоданға өзінің киімін салып алған. Сонда баласын қолынан тартып алып кеткен, ол білген жоқ өйтіп баласын алып кететінін, қолынан баласын тартып алып кетіп, баланың киімін бер дегенде жылап отырған әйел қолында бір чемоданды бере салған, сөйтсе өзінің киімін беріп жіберген екен. Күнделікті өз баласының киімін алып қалған әйел қалып қойған ғой қолында, сол күнде баласының киімін қарай отырып, баласын сағынып, кейін сол есен ауысып кеткен дейді осы жерде. Кәдімгідей Суық болып тұр, аяз болып тұр. -20 болып тұр қазір. Бірақ ол -20-ның өзі бөлек. Мына жел соққанда кәдімгідей -20-ны бетке -40 қып ұрып жатыр. Ана автобус 312 үлгеру керек. Үлгереміз ба? Мәссаған. Жетпейді ғой. Қолғаптың ішіндегі сазықтан болыпты болшылар. Автобусқа үлгермей қалдық. Бірақ Құдайға шүкір әйтеуір жылы аялдама бар екен. Мен аялдамаға жеткенше. Бетін алғызылып, мен келесің деймін? Саяхат тек табиғат пен архитектураны көру ғана емес, Алжир сияқты орындарды аралаудан да тұрады. Осы арқылы адам тарихтан сабақ алады, ой түйіп, рухани кемелдене түседі. Мұндай сұмдық қайталанбаса екен, лагердің орнын көріп, жанымыз жабырқады. Ал қалаға жеткенде көңілімізді көтерген күтпеген қуаныш болды. Астанадағы бір дүкенге кірсек, ішін осылай әдемі ерекше етіп безендіріп тастапты. Көк байрақтар, төбеде көк байрақ бейнеленген шарлар. Неге болай безендірген? Соны дүкеннің иесінен сұрап білейікші. Дүкенді керемет безендіріп қойыпсыз. Бұған қаншама күш уақытыңыз кетті, соны бір әңгімелеп берсеңіз. Бұған негізі 7 күн уақытым кетті, тап осы уақытқа дейін. Бірақ толықтай біткен жоқ әлі. Толықтай бітпеген себебі
осы жерде біздің тұтынушыларымыз бізден зат алған кезде неге түсіріп жүрген ғой, әлеуметтік желіге таратып жүрген. Таңертең ұйқыдан тұрсам, адамдар звондап жатыр, біз сонымен не болып қалды екен десем, осылай сіздің маркетингіңізде осындай шығарылген екенсіз ғой, сіз әлеуметтік желіде адамның бәрі сізге қолдау білдіріп жатыр дейді. Телефонымды алып қарасам, телефонға отзывтар келіп жатыр. Тугистан отзывтар келіп жатыр, көшті, нағыз қазақ, нағыз патриот деп солай нелер келіп жатыр. Маған айтады, не үшін жасадыңыз, қанша ақша кетті дейді. Мен айтам, 2 миллион теңге кетті осыған деймін. 2 миллион теңге? 2 миллион теңге, осы 4000 шарға 2 миллион теңге кетті. 4000 үштік шар бар. 4000 шар бар. 1000 жалау бар. 1000 үштік жалау бар. Ішіңіз ашымай ма дейді маған айтады. Мен айтам, мен ешқандай да ішім ашымайды. Себебі бізден кейінгі өсіп жатқан ұрпақтарға патриот болсын, бізден кейінгі өсіп жатқан ұрпақтарымыз нағыз қазақи рухани байысын деген сияқты оймен жасадық та. Түсіндік, Қазақстанды жақсы көресіз, жан тәніңізбен сүйесіз. Ал Астанаға деген сезімдеріңіз қандай? Мен Астанаға деген сезім өте ерекше ғой. Себебі мен бұл жерге келген кезінде жай ғана арбай теруші болып келгем. Күніне 3000 теңгеге жұмыс жасағам. Оқуды бітіріп келген кезімде. Сонымен 2012 жыл ғой ол. Сонымен қарадым, белін ауырады, енді ауыр жұмыс қой енді. Ол жерде фура жүк келеді, жүктерді түсіресің. Сонымен өзіме кішкене жігер бердім да, неге менде жұмыс істемеске? Неге менде осылай кәсіпкер болмасқа? Қарайым, жан-жаққа қарасаң, адал еңбекпен, адал жүріп, адал тұрсаң, барлығы болады. Сонымен жаймендеп осы дәрежеге қазір келдік. Аллаға шүкір, қазір отбасым, әке-шешем, ата-анам бәрі осында қазір. Мына дүкенге кіріп, кәдімгідей рухтанып қалдым. Шыны керек, мұндай тек қана Түркияда көрген шығармын. Олар өздерінің қызыл байрақтарын осылай әспеттеп, әр жаққа іліп тастайды ғой. Ал енді Қазақстанда мұндай дүкенді алғаш рет көруім. Қараңыздаршы, төбедегі көк байрақ. Барлық жерде көк байрақ. Шынымен де күшті. Дүкендердің бәрі осылай әрленіп тұрса, қандай керемет болар еді. Темірхан ағамыздың дүкені Астанаға ғана емес, бүкіл Қазақстанға танылды. Қарапайым адамның бір әрекеті біздің саяхатымызға ерекше рең қосты. Астанаға жасаған қысқы саяхатымыз ұнады, біраз жерді көрдік, бірақ баратын жер одан да көп екен. Достар, Қазақстанды аралайық, біздің туған жеріміз ғажапқа толы. Сіздермен бірге болған саяхаттайым.